Татар деген халық бар. Ол халықтың саны 11 миллион шамасы. Қырым татарларында кіртіп, бізге белгілі болған татар милләті деп сөйлесек, ол 7 миллион шамасы халық була. Аның көпшілік іліші Россияда яши қазіргі вақытларда. Белгілі бұл халық бұрынғы халық, һәм оның атамасы татар деген сөз. Ол әлі бұрынғы түрки қаханлықлар вақытындағы документар материалларда да шағыла. Анда 9 татар деген, 30 татар деген сөздер бар, һәм ол таш язмаларда да сақланған бұл исем. Дұрыс мәселе бар енді, шошы бұрынғы замандағы татарлар, олар қазіргі татарларға турыдан-тура барып тұташама деген мәселе бар. Һәм шошы мәселелер бойынша бар бірнеше теория татарның барлыққа келуі бойынша. Ғаділәштірсек енді бір түркім ғалимнер татарны шығаралар Бұлғардан. Әмі алардың бір проблемалар бұла, нешік Бұлғар деген атамадан татар келіп шыққан. Бұл ғадигелі шықлатырғандай бір төгіл. Бар екенші теория, алар татарларды алып келелер монгол татарлардан. Яғни монголдар біле бірге келген татарлар арасынан алып шығалар. Үшінші түркім, мен өтім шыл түркім таравдары, татарларны түрки татар дүниясынан шығаралар. Яғни бұрынғы түрки қаханлық уақытында болған татарлар соңынан өсе-өсе түрлі компонентлар жеп, қазіргі татарға келіп жеткендер деген теорияда бар. Үш теория түп іліші. Белгілі қазіргі уақытта енді көбірек шушы түрки татар һәм Алтын Орда шырынан шыққан татарларны алғарақ шығардылар ғалимдар. Һәм қазіргі вақытта біздің татарның этногенезін қараған вақытта түп этаплар бұрынғы түрки қаханлық, Бұлғар дәулеті, Алтын Орда һәм татар ханлықтары арқылы келе тұрған жіп, этногенез жібі. Һәм менімше шушы қараш ол шындықта дұрыс. Міне теге монгол татар теориясына келген вақытта, соңғы вақытта ол қарашқа яңалықлар істелді. Шул есептен шығанақлар барлыққа келді, яңа шығанақлар. Һәм бик қызық қына мәғлүматлар бар. Бұрынғы татарлар білән қазіргі замандағы татарларның тұташуы ол орта ғасырда болған процессларға барып тұташа. Һәм ең әһәмиятлісі мұнда бізге керек болған нәрсе ол міне шошы бұрынғы замандағы түркилердің, яғни қаханлық уақытында түркилердің Алтын Орда шырына келіп кіргенше болған дәуірде болған этник процесслар арқылы өтуі. Нәрсеген сөз бұл. Біз барымызда білеміз, татар тілі қыпшақ тіліне қарай, қыпшақлар группысына қарай. Яйсы Бұлғар қыпшақ түркімді айталар. Ләкин міне шошы түшіншенің ортына кіріп қараған уақытта біз көреміз татарлар формуласында қыпшақлар зор рөл ойнағандар. Белгілі ғадатта мына қарайлар Алтын Орда уақытында қыпшақларға бәйлеп, әмма соңғы мәғлүматларға қараған уақытта бізге есепке аларға керек шулай ук Кимак қаханлығында. Кимак қаханлығы Азияда теге бұрынғы түрки қаханлық һәм аннан соң Уйгур қаханлығы йығылғаннан соң барлыққа келген дәулет, ол Иртыш бассейнында ұйышқан, һәм шәһәрләрдә булган. Менә шушы кимаклар ішінен соңынан қыпшақлар шығалар. Ол қыпшақлар кимакларның бір түркеме. Һәм ең қызығы шунда, тарихи мәгълүматларга қараған вакытта, шушы Кимак қаханлығын ұйыштыруда катнашкан затлы төркемнәр, ягъни элита, барысы да татар кабиләсеннән булганнар. Һәм шушы Кимак дәүләте җимерелгәннән соң, ул 11-нче гасырда юкка чыга. Кимаклар күпләп күчеп килгәннәр Урта Азиядан төньякка, һәм монголлар килгән вакытта шунда яшәгәннәр. Алар бик нык бәйдә булганнар Урта Азияда һәм Иранның берләшендә булган Хорезмшахлар дәүләте белән. Хәтта документлар негезендә күрелә, Хорезмшахлар, алар монголлар белән каты сугышканнар Урта Азияда, Хорезмшахларның соңгы династиясе вәкилләре берничә буына шушы Кимаклар арасыннан чыккан шәхесләр булганнар, һәм аларның бөтен гвардиясе торган шушы сугышчы Кимаклардан. Ягъни, дөрес әйткән вакытта килеп чыга, булар татар белән бик нык бәйле булган төркемнәр. Менә монголлар шулар белән сугышып, соңыннан аларны үз составларына керткәннәр. Һәм бу Кимаклар зур роль уйнаганнар Алтын Орда составында да. Ягъни безнең Кыпчак дигән төркем, ул теге көнбатыштагы безгә билгеле булган русча половцы биртелгән төркемгә генә бәйле түгел, ә көнчыгыш Кыпчаклар Кимаклар белән бик нык бәйле.
Менә шулай караган вакытта без үзебезнең этногенезны берникадәр башкачарак күз алдына китерәбез хәзер. Ягъни борынгы татарлар булган һәм Урта гасырның башлангыч чорларында яшәгән кимак татарлар белән бәйле кимаклар да шул ук татарлар дип каралырга мөмкиннәр. Һәм әле ул татарлар Урта Азияда түгел, монголларга якын урында да булганнар. Мәсәлән, Чыңгыз хан сугышкан вакытта, монгол дәүләте иешкан вакытта, ул берләшә Найман һәм Меркитлар белән. Баксаң, бу ике төркем дә татар булып чыктылар, тикшереп карагач документаль чанаклар нигезендә. Һәм бу безнең карашларны нык үзгәртә. Ягъни менә теге Кытай чыганаклары аркылы безгә булган монгол татар дигән төшенчә, ул истәрәк нәрсә булып чыкты. Бу монгол татарлар эчендә монголлар үзләре дә булганнар, һәм алар белән соңыннан бәйлелеккә кергән, алар куласына эләккән татарлар да булганнар. Һәм алар монголлар белән бергә билгеле соңыннан күчеп килгәннәр Урта Идел буйларына да. Һәм инде менә Урта Идел буенда элегрәк яшәгән болгарлар шулар тарафыннан соңыннан йотыла һәм татар дигән исем өскә калка. Инде без Урта гасыр документлары нигезендә карасак, Алтын Урда чорын. Алтын Урда чорында чынлыкта болгар дигән исем юкка чыга. Һәм бөтен халык атала башлый я татарлар дип, я кай вакытта мөселман дигән термин очрый. Инде татар ханлыклары заманында, ягъни 15-16 гасырларда безгә татарлар гына күрәбез, бернинди болгарлар да юк. Алар димәк эре беткәннәр, йотылганнар һәм башка юллар белән юкка чыккан булып чыгалар. Менә шушы күздән караган вакытта билгеле безнең хәзер татар дигән халык ул күп тармаклы, күп төркемле булса да, чынлыкта аның менә иң әһәмиятле компоненты, теге этносны формалаштыручы өлеше ул татарлар. Бу татарлар борынгы заманнардан бирле Үзәк Азияда яшәп, соңыннан безнең якларга күчеп килүче төркем булып чыга. Ул зур төркем һәм көчле төркем булган, шулай ук цивилизация ягыннан югары дәрәҗәдә торган. Менә фарсы галиме Рашидетдин 14-нче гасырда яшәгән. Ул аның әгәр дә төп хезмәтен карасаң, анда ул татарларга бик югары бәя бирә. Һәм анда шундый фразалар да бар. Әгәр дә бу татарлар берләшеп торсалар, бөтен халыкларга да хуҗа булалар дигән фикерләр бар анда. Ул чынлыкта күз алдында тота менә шушы данлыклы борынгыдан килгән төркем буларак татарларны. Ягъни алар элита булганнар, элитар төркем һәм борынгы каханлык заманында Азияда зур рольләр уйнап, соңыннан да шул рольләрне саклап алганнар. Билгеле бер дәврдә алар монголларга буйсынганнар, ләкин шушы монголлар кул астында да үзләренең йөзләрен югалтмаганнар. Хәтта шундый мәгълүмат бар. Мәсәлән, Үзбәк хан властька килер алдыннан, Такта хан үлгәннән соң, бу 1312 ел, бер шәхес Шыңгызый булмаса да тәхетне үз кулына эләктерә. Һәм ул хәтта үзен хан дип игълан итеп өлгерә ала. Аннан соңыннан Үзбәк хан белән килүчеләр үтерәләр. Әмма менә аның кабиләсе анда әйтелгән уйгыр дип. Чынлыкта менә шушы уйгыр кабиләсе бик көчле кабилә булып, ул татарлар белән бәйле булган. Менә без әгәр дә бүгенге Кытайда яшәгән уйгырларның телен карасак, ул татар теленә бик якын һәм безгә аңлашыла торган тел. Шуңа күрә бер дә теге юктан барлыкка килгән нәрсә түгел. Димәк, әле 14-нче гасыр башларында да шушы татарлар белән бәйле төркемнәр Шыңгызыйлар кул астында булсалар да, властьны кире үзләренә, үз кулларына алырга тырышып караганнар. Ягъни бу теге борынгыдан килгән затлы төркем буларак, алар Шыңгыз хан нәселеннән булмасалар да, үзләре шушы властьны алырга лаек дип санаганнар. Менә яңаклап шуны әйтергә уйлыйм мин, бу татар дигән халык беренчедән борынгы халык, ягъни 7-8 гасырлардан бирле яшәгән Үзәк Азияда. Икенчедән, ул сан ягыннан аз санлы булмаган. Менә бу 30 һәм 9 дигән сүзләр алар чынлыкта зур берләшмәләрне күз алдына китерәләр. Һәм шундый мәгълүматлар бар. Үзәк Азияда татарларның 6 дәүләтләре булган дигән мәгълүматлар да бар. Димәк, бу зур һәм көчле төркем булган. Һәм өченчесе, бу төркем үзенең этник йөзен югалтмыйча, Урта гасыр чорыннан ук соңгы дәвргә кадәр яшәп килә алган һәм киресенчә үз составында башка төрки һәм төрки булмаган төркемнәрне эреткән, юкка чыгарган һәм хәзерге заман татарны формалаштырган.